Түлкі мен қоян. Bir күні көк аспанның астында алып жайылымда түлкі мен қоян кездесті. Түлкі әрқашан ақылды, айлакер болатын, ал қоян болса, өте жылдам және сергек еді. Bir күні түлкі қоянға былай деді: "Қоян, сен менімен жарысқа шығасың ба? Егер мен жеңсем, бүкіл жайылым маған тиесілі болады." Қоян келісті, бірақ ол ақылды еді. Ол түлкіге былай деді: "Бірақ түлкі, біз жарыс басталмас бұрын бір шарт қояйық. Кім жеңсе, ол бір-бірімізге құрметпен қарауымыз керек." Түлкі келісті, өйткені ол өзінің жеңетініне сенімді еді. Жарыс күні келді. Қоян мен түлкі жайылымның бір шетінен екінші шетіне дейін жүгіруі керек еді. Барлық орман тұрғындары көруге жиналды. Жарыс басталғанда түлкі күшті жүгіріп шықты, бірақ қоян өте ақылды болатын. Ол бірнеше қысқа тоқтаулар жасап, бағытты алмастырып, түлкіні шатастырып жіберді. Ақырында қоян жеңіске жетті. Түлкі өзінің жеңілмегенін мойындап, қоянға құрмет көрсетті. Ол өзінің қателігін түсінді және енді қоянмен достасуға шешім қабылдады. "Рахмет, түлкі," деді қоян. "Мен сенің досың болғым келеді. Біз бірге жайылымда тату-тәтті өмір сүре аламыз." Түлкі күлімсіреп қоянға қосылды. Екеуі ормандағы басқа жануарлармен бірге көңілді уақыт өткізді. Осы күннен бастап түлкі мен қоян ең жақсы достар болып қалды. Олар бірге ойнап, бірге жайылымда жүрді. Барлық орман тұрғындары олардың достығын мақтап, оларға қызығушылық танытты.